Кейде ұйқыға жатсаң да, жүрек тынышталмайды ғой. Бүгін саған ұйқыға жатарда жасалатын 3 қарапайым амал айтамын. Ауыр емес, бірақ жүрекке қатты әсер етеді. Ұйқы алдындағы мазасыздық көбіне жабылмаған ойлардан болады. Сол үшін ұйқыға жатарда 1 минут көзді жұмып, бүгінгі күніңді ішіңнен жап. Өзіңе іштей айт. Бүгін қолымнан келгенін істедім. Қалғанын Аллаға тапсырамын. Исламда тәуекел бәрін бақылауда ұстау емес, қолдан келгенін істеп, жүректі Аллаға тапсыру. Кейде Аллаға жай ғана ішіңдегіні айту ең үлкен тыныштық. Ұйқыға жатарда ұзақ дұға керек емес. Бір ғана сөйлем жеткілікті. Я, Алла, жүрегімді өзіңе тапсырамын. Құранда жүректер Алланы еске алумен тынышталады деп айтылады. Кей адамдар ұйқыға уайыммен кіреді. Ал жүрек уайыммен тынышталмайды. Ұйықтар алдында өзіңе бір үмітті ой қалдыр. Ертең жаңа мүмкіндік. Алла мені жалғыз қалдырмайды. Егер бүгін ұйқың тыныш болса, бұл үлкен нығмет. Ал егер тыныш болмаса, жүрек саған белгі беріп жатыр. Бүгін осы 3 нәрсені істеп көр. Ертең таңертең өзің сезесің. Алла жүрегіне тыныштық